Заттарды қолмен ұстауға болмайды. Қалдық заттарды арнаулы ыдыстарға жинау керек. Өз бетінше зертханалық жұмыстар жүргізуге болмайды. Жұмыстарды арнаулы үстелдің үстінде жүргізу керек, төгілген реактивтен тез ара тазарту керек. Құбырға реактивтер мен сұйықтарды құюға болмайды. Құрғақ зат салынған және сұйықтық құйылған шыныларды ашық қалдыруға болмайды. Химия кабинетінде ас ішуге рұқсат етілмейді. Әр шыныдағы тамызғыштарды бір-бірімен ауыстыруға болмайды. Қышқылды сумен сұйылтқанда мына ережені есте ұста. Суға қышқылды араластыра отырып құю керек. Затты иісіне қарап анықтау кезінде ауаны өзіңе қарай ептеп жету керек, бірақ терең тыныс алма. Химия кабинетінде жұмыс істеу үшін осы ережені сақтаңыздар. Зертханалық құрал-жабдықтар мен ыдыстармен танысу. Шыныдан жасалған химиялық стакан. Құтылар домалақ тәріздес және конус тәріздес. Құйғылар пластмастан және шыныдан жасалған. Спирт шамы пілтесімен. Мензурка. Шыны таяқша. Сынауықтар. Бөліп құйғыш. Қатты затты үгітуге арналған кәрденен жасалған табақша және келіше. Мини-компьютер Explorer GLX. Калориметр – заттардың концентрациясын анықтауға арналған. Заттардың массасын анықтауға арналған электрондық таразы. Сүзгіш қағаз және тұрғылар. Тұрғыға бекітілген асбест орнына химиялық стаканды орналастырып, спирт шамының көмегімен суды қыздыруды үйреніңіздер. Осы және тағы басқа құрылғыларды жаттап есте сақтаңыздар.